Сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Аза кезет. Бүгін сіздерге мен ВКонтакте MP3-ға обзор түсіретін боламын. ВКонтакте MP3 өте керемет ВКонтактенің түрі. Бұның көптеген өзгешеліктері бар. Мысалы, айта кетейік, новостиден друзьямның, өзім достарымның қандай новости жасағанын көруге болады, жаңалық ашқанын көруге болады. Көптеген асқана сообщество нелерді топтардан да көруге болады. Көптеген сосын фотография, видеозапись, поиск жасауға болады. Ответ, бұл жерде ответтің ерекшелігі жаңағы кім сені подписчикке тықса, сол адам келіп тұрады, сізді осы подписчикке тықты деп ответ мына жерде қарасаңыздар, мына жерде адамдардың кімді қосқанын түгел көрсетіп тұрады. Ердәулет Абдукаримов деген Алерке Бақтыбаева көптеген адамдарды қосқан. Сол сияқты түгел көрсетіп тұрады. Комментарий деген енді кәдімгі ВКонтактеде бар. Оны білетін шығарсыздар. Сообщение, друзьям жаңағы заявка. Мына жерде кімнің исходящие заявки дегенге кірсеңіз, кім сізді подписчикке тықты, соларды көрсетеді. Міне. Сосын атымен интересовалсыз сөйтіп. Көптеген тағы да статистика деген бар. Статистика деген жаңағы өзің достарыңның ішіндегі жаңағы қанша адам қай қалада тұрғанын көрсетеді. Мысалы, Алматыда 169 адам, Бақанаста 41, Жиделіде 16, Москвада 14 деген сияқты, Барселонада 3 деген сияқты көрсетіп тұрады. Копировать етуге болады. Және де залокирование деген жерде взломать етіліп қалғандар. Көріп тұрғаныңыздай. Көбісі взломать етіліп қапты. Обновить етуге болады, добавить дейді. Мысалы, добавить өзінің достар добавить етуге болады бүйтіп. Оны білетін шығарсыздар. Сосын бұл жерде личный копировать ссылку деп суреттің үстін бассаңыз, міне сообщениеге сразу көруге болады. Удалить етуге болады, фотографиясын көруге болады, ссылкасын копировать етуге болады. Тағы да көптеген өзгешеліктер бар. Мысалға, тағы дейміз. Мына группада қызықтары ол жаңағы екі запистердің қашан саған көрсетті. Бүгіндікке 2 запись сапты. Ол мынау біреу, және де мынау час назад үй жұмысын қалай орындаймыз деген сияқты. Мынау кешегі сағандар. Бұл жерде енді жаңағы тағы бір қызығы, мына жерді бассаңыздар, бұл группада 7204 жаңағыдай смешение дей ма, стенасында жаңағы запистер бар екен, соны жазып көруге болады. Мысалы, ең бірінші записін көрейік. Мынау таныспа. Ең алғашқысы 2013 жылы салыпты. 18 октябрь. Міне, көріп тұрғаныңыздай. Тағы да сөйтіп көруге болады. Неше түрлі сан жазуға болады. 55-ші деген сияқты. Міне мысалы. Сабаққа не үшін барамын дейді. Міне осы сияқты. Группа, фотография, видеозапись, аудиозапись, бұл жерде қалғандар. Өзінің браузері бар бұда. Настройкасына келіп, настройкасы өте керемет. Обновление жасалады. Невидимка отыруға болады. Невидимка қосылып тұр менде. Мен бірақ өзім кейде қосқым келмейді. Онлайн отыра беремін. Внешний вид деген кезде бұл жерде көптеген нелер бар. Өзіңіз ВКонтакте деп тұрғы сыртында ше, соны өзгертуге болады. Мысалы, кәдімгі ВКдан алмай қалады. Последний активность деген. Міне, профилия. Көптеген нелер бар. Аватарка. Аватарка круглый болады, квадратный болады, закругленный болады, неше түрлі болады. Не заменет смайлик. Мынандай болуға болады. Бірақ осы дұрыс. Мына жерде мысалы, значение счетников полностью дейді. 100 мың дегенде 100К деген сияқты. Мой список.
бул возраст неше түрлі көріп тұрғаныңыздай көп, өте керемет. Керемет, былай айтқанда. Интернет и загрузки, сменить аккаунт ауыстыруға тағы да прочее кірсеңіздер, неше түрлі өте керемет көріп тұрғандай. Постоянно онлайн отыруға болады. Программада отладка неше түрлі көріп тұрғаныңыздай өте керемет сообщение келді. Былай айтқанда мықты, күшті. 4 минут назад мен неге шықтым, офлайн отырып қараған болсаңыздар, өте керемет достар. Каналға лайк басыңыздар, жазылыңыздар, сау болыңыздар.